Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Ләззат. Бүгін сіздерге қыстық салат сетсевелидің өз рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналымда көптеген қыстық салаттардың және де компоттардың рецептісі бар. Міндетті түрде қарап жасап көруге кеңес беремін. Ең әуелі біз сетсевелиге қажетті заттардың барлығын дайындап аламыз. Бізге қажетті қызанақ, қызыл тәтті бұрыш, пияз, сәбіз және де сарымсақ қажет болады. Қызанақты дәл осылай 4 бөлікке бөліп алдын ала дайындап алдым. Және де қызыл тәтті бұрышымызды да ет тартқыштан өткізетіндей дайындап аламыз. Менде жартылай жасыл бұрыш болып қалды. Негізі толығымен қызыл бұрыш қолдансаңыздар, қызыл тәтті бұрыш. Сонда сіздердің салаттарыңыз өте дәмді болады. Пиязымызды да дәл солай 4 бөлікке бөліп ет тартқыштан өткізуге барлығын толығымен дайындап алатын боламыз. Сәбізді де дәл солай ұзынша етіп, барлығын турап дайындап аламыз. Енді ет тартқыштан барлығын өткізетін боламыз. Қызанақты да, сәбізді де, қызыл тәтті бұрыш, мен барлығын араластырып өткіземін. Өйткені сәбізді өткізгенде біздің ет тартқышымыз кішкене қиналып қалады. Өйткені қатты болғандықтан, сол себепті арасында қызанақты да, сәбізді де араластырып өткізіп отырамын. Және де сарымсақ қостым. Егер сіздерге ащы ұнаса, ащы салсаңыздар да болады, ащы бұрыш. Барлығын толығымен қазанымызға салып, дәміне қарай тұзымызды және де сұйық майымызды құямыз. Мен қанша қолдану керек екенін толық описанияға жазып қалдырдым, сол жақтан қарай аласыздар. Барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, қайнататын боламыз. Біздің салатымыз қайнап шыққан соң, баяу отқа қойып, кемінде 2-2,5 сағат бойында баяу отта қайнататын боламыз. Біздің салатымыз осындай әдемі түсте өте әдемі болып шығады. Егер сіздерге аскөк салған ұнайтын болса, аскөктерді майдалап турап салсаңыздар болады. Және де банкымды дәл осылай стерильдеп алдым. Қақпақтарды қайнаған суға 5 минутқа салып алдым. Осымен біздің салатымыз дайын, 2,5 сағаттай қайнады. Өте дәмді болып шықты. Енді дайын банкымызға барлығын толығымен құйып шығатын боламыз. Мендегі описания рецепт бойынша 5 литр салат шықты. Барлығын банкіге құйып, дәл осылай қақпағын жауып шығатын боламыз. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Түрі де сондай әдемі болып шықты. Қараңыздаршы, қыстың күні кез келген тағаммен бірге ұсына аласыздар. Алдағы уақытта көптеген керемет рецепттер болады. Сол себепті менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, все деп қойды ұмытпаңыздар. Менің видеоларым сіздерге ең алғашқылардың бірі болып көрінетін болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Ләззат.